Ну что, жігіттер, 75 километр Қаскелеңе орналасқан Есік ауданына, Есік қаласына кеттік па? Кетсек кеттік бәрін таста. 1,5 сағаттық жол, 74 километр. И қызыл Нива Google картаға шықты. Шоктың ішінде тұрмын. Себебі автобекет қарасайшы, үлкен автобекет. Алматы Нүкіске қарай прямой рейстер жүреді. Есікке постоянно келетін, бірақ андай транзитпен өтетіміз. Бүгін еще қонамыз, кафесіне барамыз, тамағын ішеміз и халықпен сөйлесеміз. Кеттік бәрін таста жобасы Есікке де келіп жетті. Негізінде Есік еңбекші қазақ ауданының орталығы болып табылады. Қазіргі таңда 40 мыңнан астам тұрғыны бар. Алматы қаласынан шығысқа қарай 42 шақырымда орналасқан бір қала. Бару керек, біз 3 жерді бір таңдадық. Ол біріншісі Есік көлі. Себебі барлығы оны айтады, Есік көліне бару керек деп. Және екіншісі ол Алтын адамның орналасқан музейі. 1970 жылы археологтар алтын адам тапқан, темір дәуірінен деп. Енді оны көрмеу дұрыс емес деп ойлаймын. Және үшінші бір жер, ол жергілікті бір парктері бар, өте керемет деңгейде жасалған. Және де қосымша бір видеоларды сіздерге түсіреміз. Егер қолдарыңыз бос болатын болса, міндетті түрде Түрген шатқалына барыңыздар. Енді Есіктің қасында емес, сол үшін біз ол жерге бармаймыз, бірақ сіздерге міндетті түрде кадрлармен бөлісеміз. Кеттік. Есікке қонаққа келдік бірінші рет. Есікте бару керек бір 3 жерді айтасыз ба? Қазір қар жауып тұрған ана озераға барсаңдар жақсы болатын еді. Шығып көріңдер енді. Жақсы демалатын жер. Доп культураға барсаңдар болады. Озеро Тургень. Исыкское озеро, кафе. Какое кафе? Евразия. Исыкский водопад. Ой, Тургенский водопад. Озероға баруға болады қыдырып. Так, біреу, Түргенде тауға шығуға болады. Көп қой қыдыратын жер. Айтсаңшы Үшіншісін ба? Есік көлге баруға болады, Тау-Түргенге баруға болады, Түрген жаққа баруға болады. Исыкское озеро бар. Біреу. Тургенский ущелье бар. Тағы не бар бізде тағы? Көп қой. Медицинский не бар, центр бар, демалатын жер жақсы. Жалыбин бар, демалатын жер, курорт. Бірде біреу алтын адам туралы айтқан жоқ негізінде. Білмейді екен. Алтын адам ше? Алтын адам, иә, оған да бар. Алтын адам деген естідіңіз ба? Алтын адам дегенді естіп тұрмын ғой, ол алтын адам теменде ғой. Сондай көп енді именно осындай кез еске түспей қалады ғой бұл деген. Естеді жүрсің, алтын адам бар ма бұл жақта? Алтын адам, иә, алтын адам бар, иә, айтпақшы, алтын адамымыз бар. Ісік көліне қарай баратын жолда міндетті түрде пост бар, экопост. Бұл жерде тыйым салынатын заттар бар. Ұқсатыс аймақта аумақта болмау керек. Заңсыз және балық аулауға, ағашты кесуге, жағуға болмайды. Әрине міндетті түрде қоқысты тастауға болмайды дегендей. Арнайы бөлінген жерлерде ғана от жағатын болса, жаңа шашлык пісіремін десеңіздер, сол арнайы бөлінген жерлерде ғана шашлык істеліну керек. Бұл сондай бір мемлекетпен қорғалатын аймақ. Есік көліне келдік. Негізі Есік көлі атауы қайдан шықты десек, әртүрлі әңгімелер бар, бірақ негізгі бір легенда сол арттағы тұрған екі үлкен тау, жалпы жотаның
ортасынан келе жатқан өзен болғаннан кейін соның бір есігі деп атап кеткен, то есть есігінен шығып жатқан өзен деп. Шыны керек, мына жерде Совет өкіметінде СССР-дің уақытында дамба салынған, плотина. 40 жылдың көлемінде сол плотинаның негізінде 1/3 бөлігі қазір толды. Енді бұл Құдай қаласа біздің негізгі табиғатқа да зиян тигізетін шығар деген үміттеміз. Егер есікке келген болсаңдар, такси жалдайсыңдар ма, велосипед аласыңдар ма, жаяу келесіңдер ма, бірақ есік көліне келіп көріп кету керек. Біздегі арттағы неде фонда қазір мұз болып тұр. Сол үшін әдетте біткен кезде нормально жаздағы видеолар шығу керек. Ужашкенде енді мына жақтағылар айтып отыр, ең дәмділердің бірі ол Алибаба дейді. Біз кешкі ас суши ішеміз. Таңғы ас бұйырса диірмен, түсте гамбургер саламбарудан жейміз. Тамақтанып болдық, ұйқы келді, бірақ міндетті түрде түнгі есікті сіздерге көрсек, автокөлікпен айналып өтеміз. Қайырлытан, біз ұйқыдан тұрдық, от души жұма ұйықтавасында кеш шықтық. Қазір оннан өте завтракке барамыз деймінге. Бірақ мен бір нәрсені байқадым, мына жақта или адам саны аз болғасын ба, бірақ автокөлік жүргізушілер сәл сабырлы екен. Қолдан келгенше әдеппен жүруге тырысады екен. Есік қаласында орналасқан керемет бір паркке келдік. Кезінде парк Ореола болған, қателеспесем, қазір Жамбыл атаның атына қойылған парк. Бұны жекеменшік бір адамға управлениеге берілген, и ол шынымен де өзгертіп, ішін сәндеген. Осы күнге дейін қандай аудандарға барған болсам, бұндай деңгейдегі, бұндай көлемдегі мен паркты әлі көрмедім. Жалпы 1907 жылы археолог жұмыстардың арқасында табылған алтын адам осы жерде табылған. Саламатсыздар ма? Есік мемлекеттік тарихи-мәдени қорық музейіне қош келдіңіздер. Жалпы зерттеушілердің және де ДНК-лық сараптама мамандарының сонымен қатар Бекен атамыздың айтуы бойынша алтын адам 17-18 жасында қайтыс болған ер азамат. Қазіргі таңда алтын адамның қаңқа сүйегі біздің қорық музейінің қорында сақтаулы тұр. Алтын адамның жатқан үлкен қабырының, яғни қорғанның ұзындығы 60 метр, биіктігі 6 метрдік тас топырақпен қатарласқан осындай үйіндінің астында орналасқан. Балаларға
көрермендерге сезінсін, біздің мәдениетіміздің осыншалықты керемет болған екенін дәлелдеу мақсатында осындай бұйымдарды қолмен ұстауға әдейі қойып отырмыз. Түпнұсқа ма? Түпнұсқа. Көргендеріңіздей Есіктің музейінде жалпы 80-нен астам қорық бар, яғни мазар. Мен ойымша, әрбір қазақстандық, әсіресе әрбір Алматы облысының тұрғыны осы музейге келіп, өзінің тарихына үгілу керек деп ойлаймын. Сақ дәуірі біздің тарихымыз. Мақтану үшін, ұлттық рухымызды бір қайтадан жаңартып көтеру үшін бұл музейге міндетті түрде келіңіздер. Есікке сапарымыз да бітті, кеттік, бәрін таста деп есікке де келіп кеттік. Шын айту керек, негізінде есік алманың отаны десек болады, енді қазір сезон емес, сол үшін алманы да жей алмадық. Дегенмен де біз қолдан келгенше сіздерге Есік қаласында орналасқан қызықты бір дүниелермен бөлісуге тырыстық. Егер сіздер біз ұмытып кеткен жерлер болса, міндетті түрде пікірде жазыңыздар. Бұл видеоны Есіктегі достарыңызбен, тарихпен, жалпы туризммен қызығатын адамдармен бөлісіңіздер.